Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ресми сайты muftiyat.kz ұсынады. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'd. Assalamu alaikum, құрметті жамағат. Қазіргі болатын тақырыбымыз, айтылатын тақырыбым бұл ғайбат жайында болмақ. Ғайбат деген сөз бұл арабтың сөзі. Ғайбат сөзіне қазақша мағына беріп талдау беретін болсақ, ғайбат сөзі бұл біреудің сыртынан жағымсыз сөз айту деген мағынаны білдіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір күні сахабаларына айтқан екен: "Атадруна мал ғайба" деп, яғни ғайбат не екенін білесіңдер ме деп сахабалар айтқан екен. Сол кезде сахабалары Аллах ва расулуху а'лам деген екен. Аллах және оның елшісі білушірақ деген екен. Сол кезде пайғамбар айтқан екен: бауырыңның артынан ол жаман көретін, яғни бір жағымсыз сөз айту деген екен. Яғни бір мін айту деген екен. Сол кезде сахабалар айтқан екен: "Я Расулалла, егер сол жағымсыз мін сол кісінің бойында болсашы" деген уақытта пайғамбар айтқан екен: "Егер оның бойында сол жағымсыз мін болатын болса, сендер ғайбат айтқан боласыңдар. Ал егер ол жағымсыз мін оның бойында болмайтын болса, сендер жала жапқан боласыңдар" деген екен. Енді мынау ислам діні адамның жеке құқығына қатты көңіл бөледі. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады: "Куллул муслими алал муслими харамун дамуху ва малуху ва ирдуху" деген екен. Мұсылман адамның келесі бір мұсылман адамның қаны, малы және оның абыройы харам деген екен мұсылман адамға. Яғни бұл хадистен не түсінеміз? Қаны деуден мақсат, яғни бір мұсылманды өлтіру. Малы деуден мақсат, мал дүниесін алу. Яғни ұрып алсаңыз да, тартып алсаңыз да, білдіртпей алсаңыз, ұрлап алсаңыз да, бұл харам. Үшіншісі оның абырой деген екен. Хадисті тағы да қарап отыратын болсақ, бұл жерде мұсылман адамның абыройын, яғни абыройын төгуден болған күнә, адам өлтіру, біреудің малын тартып алғанмен қатарластырып пайғамбарымыз айтып отыр. Және де Құран-ы Кәрімде Аллах Тағала айтады: "Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхаллазина аману жтанибу кафиран минадз-занни инна ба'даз-занни исм". Ей Аллаға иман келтіргендер, күмәннің көбінен сақ болыңдар. Себебі күмәннің кейбірі ол күнә деген екен. Және пайғамбарымыз хадисінде айтты ғой: "Біреудің арқасына мін айту" деді. Егер мін болатын болса, ғайбат айтқан боласыңдар. Шынымен сол мін оның артында болатын болса, егер болмайтын болса, оған тұхмат қылған боласыңдар, жала жапқан боласыңдар деді. Енді күмәнмен айтылатын, күмән болуы мүмкін. Сол мін оның артында бар ма, жоқ па деген. Сондықтан да Аллах Тағала айтып отыр: "Ол күмәндамаңдар" деді. Себебі күмәнмен айтқанның өзі ол күнә екен. Себебі Аллах Тағала айтып отыр: "Кейбір күмәннен сақ болыңдар" деп тұр. Және де осы аяттың жалғасына қарайтын болсақ: "Вала таджассасу вала яғтаб бa'дукум бa'дан айюхиббу ахадукум ан я'кула лахма ахихи майтан" деді. Бір-бірлерінің арқаларынан ғайбат айтпаңдар. Яғни тіміскеленіп сыр іздемеңдер, ғайбат айтпаңдар деді. Сендердің біреулерінің өзінің өлген бауырының етін жеуді жақсы көре ме деді. Факарихтумух, әлбетте жаман көріңдер, яғни жаман көресіңдер деді. Яғни алдына Құранның аятына қарап отыратын болсақ, яғни мұсылман адамның артынан ғайбат айту, оны өсектеу, өзінің өлген бауырының етін жегенмен бірдей деп Аллах Тағала Құран Кәрімде айтып отыр. Бір күні Айша анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның алдында отырып бір кісі жайында айтады. Сол кезде пайғамбарымыз Айша анамыз айтады, бұйырады, түкіруді бұйырады. Түкірген уақытта бір түйір ет, яғни қан түкіреді. Яғни біреудің артынан сөйлегені үшін.
Сол сияқты және хадистердің бірінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ал-ғайбат ашадду мина-зина" дейді. Яғни ғайбат бұл зинадан да ауыр дейді, ауырырақ дейді. Сол кезде сахабалар сұраған екен: "Я Расулаллах, қалайша ғайбат зинадан ауыр болады?" деп. Сол кезде пайғамбарымыз айтқан екен: "Егер кімде-кім зина жасайтын болса, егер ол шынымен мысалы жасаған күнәсін біліп, оған тәубе жасайтын болса, Аллах Тағала қабыл етеді." Яғни тәубаның өзінің шарттары бар. Егер кімде-кім бар күнә жасайтын болса, сол жасаған ісін күнә екенін біліп, шынымен өкініп, тәубаның шарттарын орындай отырып, Аллах Тағаладан тәубе жасайтын болса, Аллах Тағала оның күнәсін кешіреді деген. Сондықтан пайғамбарымыз да айтып отыр: егер кімде-кім зина жасайтын болса, ол Аллах Тағала тәубе қылатын болса, Аллах Тағала күнәсін кешіреді. Ал егер кімде-кім ғайбат жасайтын болса, яғни ғайбат жасалған адам кешірмейінше ғайбат жасаған кісінің, яғни ғайбатшының күнәсі кешірілмейді деді. Сондықтан Аллах Тағала зинаны кешіруі мүмкін екен, бірақ ғайбат жасалған адам кешірмейтін болса, оның күнәсі кешірілмейді екен. Яғни күнәсі оны ақыретке қалады екен. Енді мынау фиқ кітаптарда келеді ғайбат жайында. Жаңа айтып отыр ғой, біреудің артындағы бар мінді айтатын болсаңыз, ол ғайбат болады. Егер жоқ болатын болса, сіз оған жала жапқан боласыз деп. Бірақ фиқ кітаптарда келеді, ғалымдардың айтады: кейбір мәселелерде, егер оның бойындағы болған нәрселерді айтсаңыз, ол ғайбатқа жатпайды екен, жатқызбайды. Мысалы үшін, қазының алдына, болмаса қазір соттың алдына барып, бір кісіден зиян шексеңіз, ол кісіден көрген зияндығыңызды айтып, араша түсуін, бір кісіден зиян шексеңіз, сол шеккен зияныңызды айтып арыздансаңыз, ол ғайбатқа жатпайды екен. Тағы да бір осы ғайбатқа жатпайтын нәрселер, мысалы үшін, бір үлкен ғалымның, не болмаса муфтидің алдына барып пәтуа сұрайтын болсаңыз, өзіңіздің көршіңізбен, досыңызбен, не болмаса көшедегі бір кісімен араңызда бір мәселе туындап, сол мәселенің шешімін білу үшін үлкен ғалымға, не болмаса муфтиға бір жүгініп пәтуа сұрайтын болсаңыз, ол ғайбатқа жатпайды екен. Және де зиян жеткізбеу мақсатында дейді. Мысалы үшін, сіздің көшіп кетіп жатсаңыз, орныңызға көшіп келіп жатқан адам сіздің көршіңіз жайында сұрайтын болса, оның мінез ақылығы қалай еді деп, не болмаса үшінші адам сіздерге бір көрші болып келіп жатса жандарыңызға, сіз өзіңіз және көршіңіз жайында сұрайтын болса, сол көршіңіздің жайында ол сізге мағлұмат беретін болсаңыз, әрине ол кісіні жамандау, абыройын түсіру мақсатында емес, сұрағаны үшін бар ақиқатты, шындықты айту мақсатында, ол адам біліп алу үшін, келешекте де біліп жүру үшін, сондай ақиқатты айтсаңыз, ол ғайбатқа жатпайды екен. Не болмаса, таныту мәселесін, таныту жағдайында дейді. Мысалы үшін, бір ауылда бір атпенен бір 4-5 адам болуы мүмкін. Мысалы үшін, Мұрат деген атпен аталған 4-5 адам болуы мүмкін. Ұзын Мұрат кейде болады, ұзын Мұрат, қысқа Мұрат, сары Мұрат, қара Мұрат деп жатады. Қайсы Мұрат десе сары Мұрат деп, қайсы Мұрат десе қара Мұрат, қайсы Мұрат ұзын Мұрат деп жатады. Осындай таныту мақсатында айтатын болса, ол ғайбатқа жатпайды екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тағы бір хадисінде айтады: ғайбат жасап отқан уақытта тыңдаған адам, ол ғайбат жасағанмен бірдей деген екен. Яғни ол күнәсі. Сондықтан да ғайбат жасап отқан, сондықтан да шариғатта ол ғайбатты тияды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тағы бір хадисінде айтқан осы күнә жайында: егер кімде-кім бір күнә жасап жататын болса, күнә жасайтын болса, оны қолымен тыйыңдар деген. Егер қолдарыңмен тыю қолдарынан келмейтін болса, оны ауызбен тыйыңдар деген. Егер ауыздарыңмен тыю да қолдарынан келмейтін болса, онда жүректеріңмен жек көріңдер деген екен. Яғни бұл жүрекпенен жек көру иманның әлсізі деген екен. Сондықтан да егер ғайбат жасап жатқан болса, барынша оны қолмен, ауызбен болса да оны тоқтату керек. Не болмаса, орнынан тұрып, ол жерден мәжілісті тастап кету керек. Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхаллазина аману. Аллах Тағала Исра сүресінің 36 аятында айтады: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ла тақфу ма лайса лака бихи илм. Инна сам'a вал басара вал фуада куллу улайка кана анху мас'ула дейді. Өзің білмеген нәрсеге көңіл аударма. Себебі көз,
құлақ, көңіл бұлардың барлығы жауапты деді. Сондықтан құрметті жамағат, көрмеген нәрсемізді көрдік, естімеген нәрсемізді естідік деп ғайбат айтып, ертең күні Аллах Тағаланың алдында жауап бермеу үшін ғайбат сөзден, күнәдан аулақ болайық. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.